Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай қарапайым заттармен жасалатын, манная крупамен жасалатын печеньенің рецебін ұсынамын. Бар болғаны 15 минуттың ішінде пісетін өте дәмді печеньелардың бірі. Балаларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналымда сонымен қатар көптеген торттардың, түрлі выпечкалардың, әртүрлі салаттардың рецептері бар. Рецепт ұнаса видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бір жұмыртқаны алып, оның үстіне аздаған қант салып, қантымыз ерігенше венчикпен араластырамыз. Қант ерігенше толығымен араластырып, оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды алып қосамыз. Бұл песочный печенье. Майды алдын ала шығарып қою, майдың жұп-жұмсақ болуы өте маңызды. Осы қоспаларды ерігенше, біріккенше толығымен араластырып, алдын ала електен өткен ұнға жарты шай қасық разрыхлитель салып, және үстіне алдын ала дайындап алған манная крупаны қосамыз. Қаласаңыз, апельсиннің цедрасын тёркілеп салуға болады, яғни печеньенің түсі әдемі сап-сары болу үшін. Ұн салғаннан кейін жұмсақтау осындай песочный қамыр илейміз. Иленген қамыр қолға жабыса бергенімен 15-20 минуттай тоңазытқышқа салғаннан кейін жабыспайтын болады. Кіші осындай 15-16 бөлікке бөліп, дөңгелектеп пешімізге саламыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Нәтижесінде осындай жұмсақ, песочный, өте дәмді печенье болып шықты. Бетіне қалауымыз бойынша қант ұнтағын салып, дастарханға ұсынамыз. Алдағы уақытта шығатын осындай керемет рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз.